Total Quality Management – сапаны тоталды басқару. Total Quality Management бұл көп жылдар бұрын Жапония мен ақш-та сәтті бастаған сапаны жалпы басқарудың философиясы. TGM-нің басты идеясы компания тек өнімнің сапасын жоғарылату мақсатында ғана емес, сонымен қатар жалпы жұмыстың да сапасында, қызметкерлердің жұмыс сапасында жоғарылату мақсатында жұмыс істейді. Осы үш негізін үнемі жақсарып отыруы бизнестің жылдам және тиімді дамуы негізгі бола алады. Сапа клиент талаптарын іске асыру дәрежесі, компанияның қаржылық көрсеткіштерінің өсуі және қызмет ететін компаниялардың өз жұмыстарының жақсару категорияларымен анықталынады. TGM екі механизм жұмыс істейді. Quality Assurance – сапаны бақылау және Quality Improvements – сапаны жоғарылату. Бірінші сапаны бақылау сапаның керекті деңгейін ұстанады және тауар немесе қызмет сапасындағы клиентке берілетін сенім туралы анықталған кепілдіктегі компания ұсынысымен қорытындыланады. Екінші, сапаны жоғарылату. Бұл сапа деңгейін тек қолдау ғана емес, сонымен бірге оны жоғарылату, соның ішінде кепілдік деңгейінде көтеру мақсатында жұмыс істейді. Бұл екі механизм әрдайым бизнесті дамытуға, жақсартуға мүмкіндік береді. TGM-нің принциптері. Басшылықтың жетекші рөлін атқаруы, кәсіпорын басшылары бірдей мақсаттар және іс-әрекеттердің негізгі бағыттарын және мақсаттардың жүзеге асыру әдістерін бекітеді. Олар кәсіпорында қызметкерлердің қойылған талаптарына жету процесіне максималды қызығу микроклиматын орнату керек. Қызметкерлерді қызықтыру, жоғары басшылықтың жай жұмысшыға дейін барлық қызметкерлер сапаны басқару әрекетіне жұмылдыру керек. Қызметкерлер кәсіпорынның ең негізгі байлығы ретінде есептелінеді және олардың шығармашылық дәрежелерін максималды ашуға және пайдалануға барлық керекті жағдайлар жасалады. Процестік жол, басқарудың жүйелік жолы үнемі жақсару TGM негізгі принциптері болып табылады. TGM-нің маңыздылығы. Кез келген басқару стилінде қысқа мерзімде және ұзақ мерзімде пайда болады. Сапаны жалпы басқару қысқа мерзімде пайданы береді, бірақ бұл жолдың көптеген пайдасы қысқа мерзімділікте және олардың тиімділігі де реализациялаудан кейін байқалады. Ұзақ мерзімді пайдалар тиімділігін беру үшін үлкен кәсіпорындарда бұған бірнеше жылдар кетуі мүмкін. Сапаны жалпы басқарудағы күтетін ұзақ мерзімді пайдалар бұл жоғары өнімділік, ұжымның моральдық жағынан жоғарылануы, шығындардың азаю және тапсырыс берушілер сенімділігінің өсуі. Бұл пайдалар компанияның көпшілік алдындағы дәрежесін жоғарылатуға және абыройлы болуына алып келеді. Білім саласындағы TGM-ді қолдану, білім саласын жалпы басқаруда көбіне командалық жол пайдаланады. Ол бір жағынан басқаруда өз әріптестерімен бірге мәселені шешу тәжірибесін береді. Екінші жағынан оларға бірге жұмыс істегенде өз білімдері мен тәжірибелерін пайдалануға мүмкіндік береді. Мұғалімдер мәселелерді шешуде командалық жолдан тәжірибе алғандықтан, олар локалды топтардың мүмкіндіктерінен шығатын мәселелерді шешу үшін секциялық мега командаларға қатыса алады. TGM-нің білім саласындағы мәселелерді шешу жолында үлкен жол көрсетеді және барлық қызметкерлер үшін жұмыс істеу талаптары сапасын жоғарылатады.